Әлемдік саясаттағы орын алып жатқан оқиғалар базардағы бағаның құбылуына себеп болғаны жасырын емес. Осындайда отандық өнімнің әлеуетіне қатысты ақпар іздейтініміз белгілі. Елімізде азық-түлік өнімдерін шығаратын қандай кәсіпорындар бар? Отандық өнімнің сапасы қандай? Бағасы қалтаға қонымды ма? Осы және өзге де сауалдарға жауап іздеп, Шымкент қаласында орналасқан Барс 2007 жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне бас сұқтық. Мұнда Мадина брендімен макарон, жайма және печенье өнімдері шығады. Мекеме басшылығы фабрика жұмысымен жақынырақ танысуымызға мүмкіндік берді. Көрдік, көкейге түйдік, сіздерге де көрсетейік деп шештік. Мархабат, бірге тамашалайық. Бұл оператор технолог бізде пресепцияның қызмет бөлмесі. Негізгі біздің процесіміз, макарон өнімінің процесі осы жерден басталады. Бұл кісілердің бәрі соңғы үлгідегі компьютермен жабдықталған, бәрі автоматика, итальяндық технологиямен қамтамасыз етілген. Мынау бізде макарон өніміне 3 силос, кондитер өніміне 1 силос бөлінген. Соны мынау компьютер арқылы көріп отырады. Оның уровень жаңағы көлемін, қандай көлемде он силоста тұрғандығы. Осы силостан он біздегі пресс бөліміне беріледі. Біздегі бұл жердегі макарон Барс 2007 макарон фабрикасы жауапкершілігі шектеулі 3 итальяндық линия тұр. Оның екеуі қысқа вермишельдік фирма Палан фирмасынікі, біреуі ұзын вермишель спагетти өнімін шығаратын соңғы үлгідегі итальяндық құрал жабдық. Біздің басқару пульт управления дейді ғой, сол полный компьютерленген бұл пульт управлениесі. Мынау пресстің отделениесі ұн беріледі, одан кейін суманы араластырып, жоғарғы араластыру арқылы, пресстеу арқылы, формада матрица арқылы макарон өнімдері шығады. Мынау алғашқы предварительный трабата, яғни вибралық жолмен кептірілетін құрал жабдық. Одан элеватор арқылы мынау окончательный соңғы кептіріп шығару сушилкасына беріледі. Bu yerде жоғарғы температурада келеді. Пресстеу бөлімшесі. Мынау ұн дозатор арқылы силостан жаңағы біздің ұн мынау дозаторға беріліп, дозаторға ұн мен су бірге беріледі. Өзінің белгілі бір мөлшері. Сонан осы екеуі араластырып предварительный, мынау окончательный соңғы замеске беріледі. Bu yerде екі лопасты қамыр араластыратын миксер бар. Ұнның бәрі араласып суман шлек арқылы жоғарғы вакуумда қысыммен берілген екен. Матрица мына жерге қойылады. Прессовой отделениенің негізгі бөлшегі. Bu yerде мында қалаған форма матрица қойылып, осы жерден макарон өнімі шығады. Матрицадан түскен макарон өнімі алғашқы сушилка, яғни кептіру 95 градустық жоғарғы температураға через вибросит арқылы беріліп, одан элеватор арқылы окончательный соңғы сушилкаға беріледі. 11 ярустан тұрады ол. Бұл жұмыс уақыты макарон пресстен шыққаннан бастап жаңағы бункерге түскенге дейін 2 сағат уақыт жүріп өтеді макаронымен. Макарон өніміміз мынау кептіру бөлімінен шыққаннан кейін салқындатқыш бөліміне кіреді. Яғни охладитель бөліміне кіріп, жаңағы жоғарғы температурадан шыққан макарон осы жаңағы салқындату бөлімінде салқындатылады.
чтобы жаңағы накопительде бұл терлеп өзінің несін алмас үшін. Мына накопитель жаңағы мынау бункерде ол өз қалпына ылғалын шығарып стабилизация дейді бізде. Өз-өзіне келу. Міне енді бұл жаңағы қалқындату охладитель несінен сушилкасынан шыққан біздің өніміміз, макарон өніміміз. Мынау 10 бункер, яғни әрқайсысы сыйымдылығы 5 тоннадан 50 тонналық бункер. Bu yerде 2 сағат өз-өзіне келіп стабилизацияда тұрады. 10 бункерде әрқайсысы 5 тонналық жаңағы стабилизацияда тұрған біздің өніміміз элеватор арқылы, ковштар арқылы итальяндық Сиавелли, Ричерелли қораптау, жаңағы упаковка ететін автоматқа беріледі. Итальяндық Ричерелли бұл жерде 1 килолықпен 400 грамдық пасовка қораптау жүріледі. Мынау Сиавелли деген итальяндық қораптау автоматы бұда 5 кило және 2 кило жүріледі. Осы упаковка бөліміне мынау қаптау бөлімінен қапталып, вторичный упаковка дейді. Содан кейін барып мынау склад, дайын өнімдер складына продукция беріледі. Килограммовый аппарат Сиавелли. Вроде 2 килода алады, 5 киломызда аламыз. Мынау 400 граммовый аппарат. Вроде тек қана 400 грамм аламыз да. Бізде пасовка келсе, пасовка аламыз. План бізге берсе, 2 килограммовый, 5 килограммовый, осы жерден аламыз да. Егер 400 грамм болса 400 грамм. 1 кило болса 1 кило өзен аламыз. Күніне шына 35 тоннадай. Мынау біздегі барс 2007-те макарон өнімдерімен бірге мынау жайма өнімдер де шығады. Мынау жайма өнімі, бұл итальяндық жайма өнім шығаратын құрал жабдық, итал пласт деп аталады. Бұда мынау через не арқылы не беріліп отырады, мынау ұнның емкісі, ұн түсіп отырады, бұл жерде дозаторға су беріліп, ұнмен су араластырып, макарон сияқты мынау пресс бөлімшесі, пресстейтін бөлімше. Осы жерде мынау опысты бар миксермен араластырылып, өзінің несіне жеткеннен кейін барып, жаңағы макарон өнімдері сияқты неге пресстеліп, мынау жайма есебінде қамырды жайып беріліп отырады, және әрқайсының өзінің размеріне қарап, формасына қарап кесіліп отырады. Бұл да автоматтандырылған соңғы үлгідегі жабдық. Айына 30-35 тоннаға дейін жайма өнімдерін шығара аламыз. Бұл жерде мына әрқайсы қамырды жаймаға жайып, өзінің белгілі қалыңдығына қамырды жайып, формасына жайып, бұл арқылы мынау алғашқы не арқылы беріліп, мынау пышақта формада ұзындығына қарап жайманы кеседі. Предварительный сушилка дейді, бұл алғашқы кептіру. Яғни жайманың сыртқы бетін кептіру, что бір-біріне жабыспау үшін. Одан кейін мынау окончательный сушилка дейді, бұл ең соңғы кептіру мынау сушилкасына кіреді. Мына алғашқы кептіріп шыққан өнім мынау өзінің лотогымен мынау соңғы кептіру сушилкасына кіріп, осы жерде кептіріліп шығып, одан кейін мынау қораптап салыну автоматына беріледі. Жайма өнімі кептіріліп шыққаннан кейін бұл 1,5 сағат сушилкада тұрады, кебу есінде. Одан кейін мынау
қораптау автоматына беріледі. Қораптау автоматында қазір мынау жаймамыз, біздің дәулет жаймасы. Бұл Ақтөбеден бізге заявка түскен, осы дәулет сұраныс өтініш 350 граммнан осы автоматта қорапталып, мынау упаковка, яғни қораптап, коробкаға салу бөліміне беріледі. Осы қыздар таразыға тексеріп, коробкаға упаковать жаңағы қораптайды. Кондитер өнімі шығаратын цехта тұрмыз қазір біз. Бұл жерде кондитер өнімінің печенье өнімі шығаратын линия имафор итальяндық линия. Бұл имафордық итальяндық линия, яғни бүкіл жаңағы сироп, маргарин, қант өзінің қоспаларынан қосылып, алғаш рет жаңағы өніміміз араластырылатын сигма аппаратына беріледі. Жаңағы дежа дейді, қазандықта. Ол қазандықта қосылғандардың бәрі жаңағы миксермен айландырылып, лопсты бар миксермен. Бәрі араластырылып, мынау ұн бәрі араластырылып, элеватор арқылы жаңағы пресстеу бөліміне шығатын печеньеге беріледі. Дайын болған, яғни ұнмен араластырылған біздің өнім мынау печеньелік роторға беріледі. Мына ротор қазір бізде топленый молоко тұр. Бұл яғни ротор деген как матрица есебінде. Осы ротор бұл формасы топленый, қазір молоко шығарып жатыр. Осы форма арқылы. Бұл суткасына 12,5-13 тоннаға дейін кондитер өнімін бере алады. Жаңағы ротордан, яғни пресстеу бөлімінен шыққаннан кейінгі мынау кіретініміз пеш, яғни 3 зоналы пешке кіреді. Бұл 3 зоналы пештің бірінші зонасы 180 градус, екінші зонасы 315 градус, үшінші зонасы 250 градус. Сол 3 зонада біздің осы істеп отқан кондитер өніміміз пісіп шығады. Қазір 3 зоналы имафор пешінен шыққан печенье өніміміз біздің мынау транспортер арқылы қораптау, қаптау бөліміне жеткізеді. Яғни бұның жүріп өткенше, бұл ыстық печеньеміз қораптау бөліміне жеткенше өзінің температурасына, яғни салқындау температурасына жетеді. Транспортер арқылы салқындалып өткен печенье мұны қораптау бөліміне жеткізіп, әр коробкаға, яғни қорапқа 5 килодан өзінің несіне лайықты біздің жұмысшыларымызбен қапталады, упаковать етіледі. Біздің бұл барыс 2007 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұл 2007 жылы құрылған. 2008-2009 жылы осы жерде құрылыс жұмыстары жүріп, Италиядан 2008-2009 жылдары фирма Паван фирмасынан макарон өнімдерінің құрал жабдықтары алынған, және де 2013-2014 жылдары кондитерге итальяндық және де мынау сушка дейді ғой, күлшел білезікті нан, осы мини-пан деген, имафор деген кондитерлік өнім шығаратын құрал жабдықтарды алып қосылды. Бұл бізге негізгі түпкі мақсатымыз барыс 2007-де. Бұл халықты сапасы жоғары және де арзан макарон өнімдерімен және де кондитерлік өнімдерімен халықты қамтамасыз ету. Бізде бұл жұмысшылардың 70% жергілікті біздің осы фабриканың айналасындағы ауылдың жұмысшылары. Яғни біз осы жердегі жақын маңдағы елді мекендердің адамдарын жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Қысқа макарон өнімдерінің 15 түрі, одан кейін ұзын макарон өнімдері, яғни спагетти, итальяндық, оның 4 түрі, мынау кондитерлік өнімнен печеньенің 20 түрі, мына жайманың 4 түрі шығады бізде. Біздің өніміміз, яғни отандық өнім, бізге осы өнімге алынатын ұндар, осы қазақстандық ұн, одан кейін қазақстандық өнімдер қосылады, және де сапасы жағынан өте жоғары, және халыққа қолжетімді бағада. Одан кейін біздің шыққан өнімді тексеріп, талдап отыратын соңғы үлгідегі жабдықталған зертхана бар. Ол кісілер жаңағы өнімдердің шыққан бәрін тексеріп отырады. Одан кейін біздің өніміміз мынау алыс және жақын шетелдерге, Грузияға,
Өзбекстанға, Тәжікстанға, Қырғызстанға және де Қазақстанның барлық облыстарына жіберіліп отырады және біздің өніміміз сұранысқа ие.